саламатсыңдар ма? Бүгін көңіл-күйдерің қалай? Жақсы. Ондай болса сабақты бастамастан бұрын ортаға шығып, сервисатын өткізейік. Қане? Біз шеңбер құрамыз, тез-тез. Тегірек. Ортамыз кең қылып ашайық, аха? Кең. Ал балалар, қазір біздің сервис сәтіміз комплименттер бұрқасыны деп аталады. Мына сыйлық, сиқырлы сыйлық, осы сиқырлы сыйлықтан бір-бірлеріне бере отырып, комплимент сөздеріңді айтасыңдар. Жарай ма? Ал, дәмей бастады. Сен өте ғажайыпсың. Тезірек. Өтір сен бүгін өте әдемісің. Рахмет. Сен өте сұлу болып тұрсың. Жарайды. Сен өте көңілдісің. Сен өте ғажайып жансың. Сен өте күшпелісің. Ештеңе кетпейді? Ары қарай? Сен өте ақылды. Сен өте мейірімдісің. Сен бүгін әдемі болып тұрсың. Сен өте тамаша жансың. Рахмет. Еркежан, сен бүгін өте ақылдысың. Дания, сен бүгін өте әдемі болып тұрсың. Демел, сен өте сұлусың. Рахмет. Ал, сиқырлы сыйлығымызды бердік, өте жақсы сөздеріміз бір-бірімізге айттық. Енді сиқырлы сыйлықты ашуымыз керек. Ол үшін бәріміз сиқырлы сыйлығымызды жоғары көтереміз. Жоғары. Ал енді қазір мен 3-ке дейін санаған кезде бәріміз бірге ашамыз. 1, 2, 3. Керемет балалар. Ал енді қараңдаршы, не шықты? Сары, ақ гүл шықты. Енді осы біздің гүліміздің түріне қарай 2 топқа бөлінеміз. Ақ гүлдер сол жақтағы орынға, сары гүлдер оң жақтағы орынға отырамыз. Қай жарасасыз? Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Алдыларында компьютерді қосып қойыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыздың балалар тақырыбы. Ал Мадина оқып жіберші. Сабақтың тақырыбы шығармашылық жұмыстарды орындап, детальдар бір жасау. Отыра ғой. Ал енді балалар. Ал осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары дейді. Оқып жіберші. Мөлдір. Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әртүрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және қолдану. Қауіпсіздік ережелерінің маңызы мен қауіпсіздік шараларын сақтауды жариялау арқылы материалдар мен құралдарды пайдалану. Табиғи және жасанды талшықтардың ерекшеліктерін зерттеу және де фетрадан бұйымдар жасау барысында жаңа технология элементтерін тиімді пайдалану. Рахмет. Енді балалар, бағалау критерийі. Біздің бүгінгі осы сабақта жаңағы оқылған мақсатқа, тақырыбымызға сай бағалау критерийі құрылған. Біз осы дескрипторлар бойынша осы жетістіктерге сабақтың соңында жетуіміз керек. Ал кім оқып жібереді? Бағалау критерийлері. Шығармашылық жұмысқа арналған нобай орындайды және ұтымды нәсілдерін анықтайды. Шығармашылық жұмысты эстетикалық талаптарға сай етіп орындайды. Шығармашылық жұмыстар сапасын талдауға және бағалауға арнайы критерийлер қолданылады. Жарайсың, отыра қой. Ал енді балалар, тақырыбымен таныстық қой, мақсатымен таныстық, және критерийлер бойынша таныстық. Енді балалар, сабақ бастамастан бұрын біз топ басшыларын сайлап алайық. Қане, өздері келісіп өзара сайлаңдар. Қане, болдық па? Сайладық па? Иә. Кімді сайладық? Мадинаны сайладық. А сары гүлдер? Мөлдірді сайладық. Ал енді топ басшыларына тапсырма. Топ басшылары, сендердің міндеттерің, топтарының оқушылары бірдей жұмыс істеу керек, шуламау керек және қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Сендерге мен бағалау парағын беремін. Өздерінің топтарындағы балалардың аттарын жазыңдар. Және тапсырмалар бойынша, берілген шкала бойынша бал қойып, маған айтып отырасыңдар. Түсінікті ғой? Енді келесі, бізде қайталау сабақ. Қайталау сабақтан бұрын балалар, біздің бүгінгі сабаққа қатысты сөздіктер бар екен. Қане, кім оқып жібереді? Қане? Кім оқып жібереді? Аха, оқи ғой. Киез бойлық стик фелт. Киез басу валяние фелтинг. Жын шерсть вул. Өзгешелік оригинальный singularly.
Енді дәптерге тез арада жазып алуыңыз керек. Бүгінгі күнді жазыңдар және дәптерге жазып алыңдар. Қаны жазып болып қой. Жазып болды ба? Дәптердерін жауып, бір шетке қоя салыңдар. Енді балалар, бізде қазір көпір, яғни қайталау сабақ. Өткен біздің сабағымыздың тақырыптары бойынша бір зерттеу жұмыстар жасап көрейік. Ол үшін екі топқа екі түрлі тапсырма беріледі. Ақгүлдер тобына балалар Вен диаграммасын толтыру дейді. Ақгүлдер тобына Вен диаграммасын толтыру. Ал сары гүлдерге семантикалық кестені толтырамыз. Бала 3 минуттың ішінде толтырып бітуіміз керек. Және оны не істейміз ары қарай? 4 минутта қорға кері байланыстыруымыз керек. Қане бастаймыз. Күштерге табиғат иә төзімсіз асбест зығырды жазыңдар ма мақта таза жібек бар Қаны балалар тезірек Ал балалар уақыт болды? Тоқтатамыз. Барлық келгенімізше, жарай ма? Болып қоя. Ал, бәрін тоқтатамыз. Енді екі топтың тапсырмасы дайын деп ойлаймын. Қай топ қорғауға шығады? Сары гүлдер бірінші шығамыз дейді екен, бұны. Сары гүлдер бірінші үлгер. Енді тоқтаймыз. Топ басшысы қорғауға екі қызды ғана шығарамыз. Кімді шығарасын? Дәмелі ертеңнен шыға ғой. Балалар, мына жерге шығамыз. Бізге негізгі тоқта. Мұнда шығамыз. Бізге негізгі берілген тапсырмамыз семантикалық кесте арқылы химиялық және де табиғи талшықтарды шикізатын айтып кету еді. Химиялық талшықтардың шикізатын айтып кететін болсақ, оларға әйнек, мұнай, тас көмір, шырша, мақта қалдықтары және де газ жатады. Ал табиғи талшықтардың шикізатына келетін болса, оларға мақта, таза жібек, және зығыр, асбест дегендер жатады. Біз әйнегіне металл айтып кететін болсақ, олар 1360 температурада балқытылып, одан ерігіш және де жұмсақ және де жіңішке болып келетін жіптер жасалады.
Бұл жіптерде негізгі тойға арналған костюмдер, көйлектер тігіледі. Ал болды, тоқтаймыз. Енді балалар, Сарыгүлдерді қорғағаны маған өте ұнады. Сондықтан мен Сарыгүлге бір гүл жабыстырдым. Ал енді балалар, кері байланыс жасап жіберіп, Ақгүлдер не түсіндік? Химиялық талшықтардың мұнайдан және тас көмір, әйнек түрлерінен жасалатыны маған қатты ұнады. Олар маған мені таңғалдырды. Әсіресе мұнайдан химиялық талшықтар алынатынына таңғалдым. Мадина, саған рахмет, мұқият тыңдаған екенсің. Тағы да, ал Ақгүлдер тағы не қосамыз, не аламыз? Басшымыз, топ басшымыз, келесі оқушыларға мүмкіндік береміз. Назерке не қосарың бар? Маған олардың түсіндіргендері өте қатты ұнады. Әсіресе әйнектен де бұйым жасауға болатындығы ұнады. Рахмет, енді отыра ғой. Ал енді балалар, сары топтардың жұмысын толықтыру үшін сары топқа қайтадан сұрақ қойсаңдар болады. Мүмкін сендерге әлде болса керекті Табиғи заттардың шикізаты қандай заттар? айта ғой, мөлдір. Мысалы оған жүн, зығыр деп мен достарым айтып келе, жүн, зығыр, тағы да асбест, жібекті жасалады, солар шикізаттар жатады. Ал енді менен сұрақ болсын. Асбест ол қандай материал? Ол өте тығыз және де иілгіш келетін материал. Мейлі, жарайды. Тағы да сары топ қой, сары топқа бір жауап берді. Тағы да әлде бұсыда аздау сияқты. Тағы қосарыңыз. Мүмкін сары топ өздері тағы да қосарларың да шығар. Мен айтып кетсем болады ма? Асбест және де ол минерал. Оның негізі, ол өзі, асбест ол материал отқа жанбайды, отқа төзімді болып келеді. Ал жаңа айтып отырмыз ғой, шикізаттың ішінде металл бар, әйнек бар дейді. Ол қалай металл, әйнек, оны қалай түсінбедім? Мүмкін түсіндіріп жібересіңдер. Қандай материалдар алады? Қане? Сары айта ғой. Әйнек 1370 градуста электрондық пеште орнатылады. Ол өте иілгіш болып келеді. Жібекке жылу өткізгіштігі үлкен және де ол отқа төзімді болып келеді. Рахмет, отыра ғой міне. 3 балл. Қане? Отырамыз. Рахмет сендерге. Келесі. Ақгүлдер тобы. Сендерде бен диаграммасы тақтаға шығамыз. Мұқият тыңдаймыз. Сарыгүлдер тобы. Біз табиғи және химиялық талшықтарды айтып кетсек, олардың ерекшелігі, олар органикалық еріткіштерге төзімсіз және де оларды өртеген кезінде олардан түйіршіктер болмайды. Ал химиялық талшықтардың ерекшелігі жасанды, синтетикалық, органикалық емес болып үшке бөлінеді. Және де оларды өртеген кезде түйіршіктер пайда болады. Ал олардың ұқсастығы Екеуінен де жіп алынады. Олардан мата жасалынады. Адам денсаулығына пайдалы болып келеді. Киім-кешектер тоқылады. Мен енді Ақгүлдерге міне. Ал енді кері байланыс жасап жіберейік. Сарыгүлдер, нені түсіндік, нені түсінбедік? Өз ойларыңды бөлсіңдер. Қане, кім? Айта ғой. Мен сендердің айтқандарың бойынша, мен осы талшықтарды өртеген кезде түйіршіктер және түйіршіктер пайда болмайтынын білдім. Және де олардың қандай қасиеттері бар екенін білдім. Алайда кішкене толықтыру керек еді дегенде мен кішкене өз ойымды айтып кетейін деп едім. Мысалға, қазір табиғи талшықты айтатын болсақ, олардың керісінше аллергия тудыратын талшық болып Қоздырғыштар жоқ деп есептейміз, иә? Рахмет, тағы да қосарың бар ма? Химиялық талшықты айтып кететін болсақ, ол мүлдем аллергия тудырмайтын талшық болып саналады. Отыра ғой, рахмет. Ал енді сары топтар, ақ топтар толықтырсын деп сұрақтар қоямын десеңдер, сұрақтарың бар шығар? Кәні? Тоғжан? Шикізатты мұнайдан не алынады және де олардан не дайындалады? Кәні? Айта ғой, Мадина? Шикізатты мұнайдан талшықтар алынады. Қандай талшықтар алынады? Иілгіш талшықтар алынады. Атауларын білеміз ба? Мысалы. Қалған қыздар қосарларын болғансы, қандай маталардың түрін алынады? Қандай маталар? Қандай киімдерде қолданылады, мысалы? Ақ
гүлдер болсын. Екі қосарымыз бар десеңдер, сары топтар деп айтылады. Қане? Айтып кете ғой. Матина отыра ғой. Лавсан алынады. Олардан және тігін кілемдері, және де тағы басқа заттар дайындалады. Қане отыра қойыңдар. Рахмет қыздар. Ал міне. Енді кері байланыс жасап жібереміз. Балалар критерий бойынша балалар кері байланысты жасады. Кері байланыс бойынша бізде міне мынандай бал болды. Сары гүлдердің 4 бал, ақ гүлдерде 3. Енді бағалау критерийі үй тапсырманы қайталау бойынша біз бағалау критерийі бойынша жететін мақсатымызға жеттік бар. Қане, дескриптор бойынша, өткен тақырып бойынша өз білімдерін көрсете алды. Көрсете алдық ба? Тақырыптарды талқылай алдық ба? Пәнге қатысты терминдерді қолдана алдық ба? Қанша рәсімдер қалды? Ең қалды келесі. Бүгінгі тақырып бойынша балалар, біз мысалы талшықтардың түрлерімен таныстық, иә? Талшықтардың түрлерін біз өткен сабақтарда да көрсетіп кеткендей, көрнекіліктер бойынша талдар, иә? Талшықтар мысалға қандай болады екен? Өте жіңішкелігіне қарай, ұзындығына қарай бөлінеді, иә? Табиғи дедік және жасанды деп бөлдік, иә? Міне, енді балалар. Жоқ, бұқанымыз келесі, жоғары көтеріп, бұл емес, жоғары көтеріп. Осыдан кейін, енді қарап жүргенде текстильді талшықтар деп бөлдік, иә? Мысалы, табиғи және жасанды деп бөлдік. Өсімдік, жануар тектес, минерал, бұл табиғиға жатады екен, иә? Өсімдік тектесте мақта, зығыр деп атады. Жануар тектесте жүн және жібек. Оның қайтын алынатынды білеміз бе, иә? Минерал ол аз десесте. Ал жасандыны екі топқа бөлдік. Жасанды, синтетикалық. Жасандыға қандай материалдар жатады дедік? Вискоза, ацетат, триацетат. Синтетикалық қашы? Енді балалар, осы талшықтардан айттық, маталар, тоқыма жіптер, тігуге арналған жіптер, тағы басқа да бұйымдар шығарады екен, иә? Енді мына жерде көрнекіліктерге қарап отырсақ, қараңдаршы. Қолөнерге де арналған материалдар шығарады екен. Мына жерде көріп тұрғандай. Жүннен не жасалған екен балалар? Парнол, иә? Ал келесі, тоқыма жіпті жасау арқылы біз не істейміз? Мынандай бұйымдар тоқимыз, иә? Немесе гүл тоқимыз. Ал жарай, енді балалар, өткен тақырыбымызды жақсы қайталап білді, көрсете білді. Енді балалар, бізде балалар таңдау, яғни жаңа сабағымыз бойынша біз бүгін бұйым жасауымыз керек. Бұйымды қандай материалдан жасаймыз? Яғни біз бұйымды жасау үшін фетраны алдық. Енді фетра туралы тағы бір кішкене болса да айтып жіберсек болады. Яғни бәріміз білетін фетра материалы. Бұл қандай материал? Айта ғой. Фетраны жасанды жолмен де табиғи жолмен де алуға болады. Бірақ та дәл қазіргі сіздің қолыңызда бұл жасанды жолмен алынған фетра. Жасанды, яғни химиялық. Түсінікті. Енді балалар, осы фетрада біз гүл жасаймыз. Ал гүл жасамастан бүгін балалар, біз гүлдің биологиялық құрылымын еске түсіруіміз керек. Кәні тақтаға қарап жібереміз. Оқып жіберіңдерші, немесе өз ноутбуктарына да қараңдар. Аха, кәні бірінші бірге оқи берді. Екінші ережесін еске түсіруіміз керек. Алдымен бірінші дәптерлерін жинап беріңдер маған. Жұмыс орнын жинастырып алайық. Артық зат болмау керек. Маған беріңдер. Ал келесі. Ал енді балалар, бәріміз есімізге қауіпсіздік ережесін еске түсіруіміз керек. Қабырғаға қарасаңдар да бар, техника қауіпсіздік ережесі бар және партамызда да бар. Кәні кезекпен есімізге түсіріп. Дәмені бастап жібер. Бұйымды жасау барысында қауіпсіздік техникасының ережесін сақтау, жұмыс жасау орындарын таза ұстау керек. Сонымен қатар арнайы киім, фартук, халат, қолғап және тағы басқалар да кию керек. Және де ұшы және өткір заттармен жұмыс жасау барысында ұқыпты болу керек. Жұмысты тек мұғалімнің рұқсатымен ғана бастау. Келесі топ қайталап жіберді. Желім бояу
салынып кетуін қадағалау керек. Және де жұмысты тек қана мұғалімнің рұқсатымен бастау керек. Мұғалімнің рұқсатынсыз оқу жұмыс орнын тастап кетпеу керек. Құрал саймандарды тек қажетті жағдайда ғана пайдалану керек. Жұмыс орнын таза ұстап, материалдар мен құралдарды тиімді жұмыс істеу. Жұмыс кезінде бөтен жаққа назар аудармау. Басқа оқушылардың жұмысына кедергі жасамау. Жұмыс бітісімен материалдар мен құралдарды өз орындарына жинап қою керек. Еске түсірдік балалар. Енді осы қауіпсіздік ережесін мұқият бұлжытпай орындай отырып, практикалық жұмысымызды бастаймыз. Ал енді балалар, жұмысты бастамастан бұрын құралдарымыздың бәрі дайын қояққа. Қолдарындағы терможелімін қосыңдар. Қосып қояққа. Ал енді келешектерге арнайы дайындап қойған материалдарды ұсынамын. Терможелім. Жеткілікті ма терможелім? Бір терможелімді беріңдерші келесі топқа. Бір терможелімді беріңдер. Мұнан бере. Ол да қосып қойған. Ал енді балалар, маған мұқият қараңдар. Бер қараймыз бәріміз. Қолымызға балалар, жаңа фетраны танысып өттік қояққа. Фетраны аламыз. Фетраға балалар, арнайы алдыларында қарасаңдар, үлгі берілген шаблон дейміз, я? Шаблон арқылы фетраға не істейміз? Бастырып аламыз. Әр бөлшекті, гүлдің биологиялық әр құрылымын бастырып аламыз да, не істейміз? Қиямыз, қайшымен қиып аламыз. Қаны бастай беріңдер. Қайшымен қиып алыңдар. Сендерде қандай гүл түсіпті? Сары мен қызыл түсіпті. Ал енді балалар, мен сендерге гүлді жасау техникалық картаны беремін. Ол техникалық картаға қарап отырып, немесе ноутбуктарға қарасаңдар да болады балалар. Ноутбуктарда да берген, техникалық картаға қарап отырып, жұмысты реттілігімен орындаймыз. Түсінікті ғой, аға? Алдымен бірінші балалар, гүлдің аталығын орналастырамыз. Гүлдің аталығын. Ол үшін не істейміз? Бірінші балалар, қараңдар. Фетраға желімді тамызып аламыз. Оны желімдеп болғаннан кейін сым темірге ораймыз. Қолдарыңды абай жұмыс істеңде, қолдарыңа тамып кетіп жатпасын. Жарай ма? Маған бір желім алып беріп жіберіңдер. Мадина, бір желім бере сал. Желімдерің алдыларында тұрып, бітіп жатса. Қауіпсіздік ережесін сақтауды ұмытпаймыз, балалар. Түсінікті болып жатыр ма? Аталығын орнастырып алдым. Темірге, я? Соның кейін мына жерде түстің байланысына тоже қараңдар, балалар. Жарай ма? Мен де қараңдаршы. Гүлдің түсі бірдей болып кетті. Маған қызғылт сары қай топта? Маған басқа түсті бере салыңдар, өндірісі. Сары түсті аласылайын, е? Балалар, гүлдің ортасын қайшымен не қоймын? Не қоймын? Не қоймын? Бізде екі көздеше берген, я? Не істейміз? Күн темірмен дәл ортасынан кигіземіз. Бер қарап түсіп жіберіңдер, қыздар. Қараңдар. Түсіріп жібереміз. Я? Ары қарай. Аталығының балалар ортасынан шетінен тұтас желімді жабып шығамыз да, қолымызбен гүлді жинай саламыз. Көрдіңдер ма? Иә. Аха. Терможеліммен жұмыс істей беріңдер. Енді екінші гүлді де орнатамыз, солай. Екінші гүлді де тура ортасынан тесіп аламыз. Және тура сонда не істейміз? Желімді жабып
білдіреміз. Егер де қиыншылықтар болып жатса, маған айтсыңдар, жарай ма? Міне, мен гүлімнің басын орналастырып болдым. Енді ағай не орналастырып екенбіз? Тостағанша. Тостағаншасын темір арқылы кигізіп аламыз. Одан не істейміз? Жерімді жағып аламын. Қиын болып жатқан жоқ па? Одан ары қарай балалар не істейткенмін? Бірінші сабағын орналастырмай тұрып балалар, бізге екі жапырақ орналастыру керек, е? Екі жапырақты темірге орналастырып алыңдар. Қараңдаршы, қалай орналастырамын? Желімді осындан жағамын. Жапырақты бір-біріне қарама-қарсы орналастырыңдар, жарай ма? Біреуін төмендеп, біреуін жоғары. Міне, орналастырдым ғой, я? Келесін қарама-қарсы орналастырып екенбіз, я? Желімді осындан жағып алыңдар. Міне, орналастырдым. Енді не істеймін? Сабағын орауды бастаймын. Сабағын орауды бастаймын. Сабағын орамастан бұрын тостағаншаның астына не істеймін, балалар? Орналастырып аламын желім арқылы. Сабағын орауды бастаймын. Бізге әке бізде бір шақырма. Топқа қосып жібер. Жұмыс орындарына қатты шашып кетпесін. Ал біткен жұмыстарына екі ыдыс беремін, екі ыдысқа сала беріңдер. Қауіпсіздік ережесін сақтауды және алдымыздың тазалығын сақтауды қадағалаймыз. Өздеріңе ұнап жатыр ма? Әрине. Кішкене жұмыс орындарыңызды жинастырып алыңдар. Қолдарыңызға қойыңдар. Балалар, аз уақыт қалды. Байқаймын, сендерге гүлдің жасалу жолы өте оңай болып тұрған сияқты. Азамат балалар тәні. Бітіп қалыппыз ғой, же? Бітсеңдер, айтыңдар.
Қауіпсіздік ережесін бай. Әрине. Болып қалдық па? Кішкене күтейік. Балалар, жұмысымызды тоқтатамыз. Тема жегімді тоқтан өшіріңдер. Бітпеген жұмыстарыңды ыдысқа салмаңдар, алдыларыңа алып қалыңдар. Бірінші жұмыс орындарын кішкене реттеп алыңдар. Желімді суырдық қой. Біткен жұмысты арнайы ыдыстарға әдемілеп тұрып салыңдар. Бітпеген жұмыстар болса, оны бір жерге жинап қойыңдар. Ең бастысы жасалу реттілігін түсіндік қой? Қаны? Топ басшылары бағалаймыз, қалай кім жұмыс істегенін. Топ басшылары бағалаймыз. Қаны? Алдыңғы тапсырмамызбен қазір екінші практикалық жұмысымыздың екеуінің бағасын қосып қорытындылаңдар топ басшылары. Ал әр топтың оқушылары алдымызды жинастырамыз. Бәрі таза болды ма? Топ басшылары дайынбыз ба? Ал Сарыгүлдер тобының топ басшысы дайын екен бағалауға. Тұра ғой. Тобың қалай жұмыс істеді? Кімге қандай баға болды? Менің тобымда өздерін жақсы жағынан көрсете білген оқушылар көп болды. Бағаларын айтып шық. Үй тапсырмасында мен Тоғжанға 4, ал Данилерге 5, Еркежанға 5, Таймириске 5, Данияға 4, және де Диляраға 5 қойғым келіп отыр. Қойдым. Практикалық жұмыста барлығы өте белсенді қатысқандығы үшін барлығына 5 қойдым. Қорытындысын жазып қойдың ба? Жарайды. Енді Мадина, сен айтта ғой, сенің тобың қалай жұмыс істеді, сізге қандай баға болды? Менің тобым үздік жұмыс атқарды. Олар үй тапсырманы орындауда Меңгеге 5 деген балл қойдым, Ұлжанға 4, Эльнураға 5, Айзадаға 4, Назеркеге 4 деген балл қойдым. Ал практикалық жұмыста мен барлық оқушыларға 5 деген балл қойдым. Себебі олардың әрқайсысы үздік жұмыс атқарды. Маған қатты ұнады. Азамат. Ал енді балалар, топ басшылары өздерінің топтарын жұмыстарын ортаға шығарыңдаршы, тақтаға. Көрейік қалай болған. Салыстырайық. Тақтаға шығамыз. Тақтаға шығамыз. Ал енді Ақгүлдер, Сарыгүлдердің тобындағы жұмысқа қараймыз. Қалай жұмыс істепті? Ал Сарыгүлдер қалай ойлайсыздар, Ақгүлдер қалай жұмыс істеді? Тамаша. Енді балалар, жарайсыңдар. Тапсырманы бағалау критерийіне қарайықшы балалар. Біз осы берген дескрипторлар бойынша 70-ге жете алдық па? Бірінші, бұйымның орындалу реттілігін біледі дейді. Білеміз ба? Білеміз. Негізгі дайындауға қажетті материалды анықтап, тиімді
стикерлер берілген. Соларды аламыздағы талқылаудағы әріптестер бойынша өз ойларыңды жазыңдар. Не қиын болды, не оңай болды. Қыздар түсіріп жібереміз. Және сіз болашақта білдіңіз, үйренгіңіз келетін не нәрсе? Жұп болар қабылаймыз, бірінші өз ойларыңды жазыңдар. Жарай ма? Жазып болған оқушылар тақтаға барып іле берсеңдер болады. Өздеріңіз білесіздер балалар. Мүмкін үшеу білесіздер. Болдық па? Міне көрдім, не қиын болғанын. Қиын нәрсе көп болмаған сияқты, өйткені стикеріміз көбілініп тұрған жоқ. Не оңай болды? Көп нәрсе оңай болған сияқты. Және сіз болашақта білдіңіз, үйренгіңіз келетін нәрсе. Біздің қызығушылығымыз әлдімізді көп екеніне көзім жетті. Өте жақсы. Енді балалар, мен өзім кері байланысын екі топқа жасап жіберейін. Мен екі топқа да бір балдан қостым. Ал енді, екі топтың лидерлерді шығып, екі топқа өздері баға берсе болады. Мысалы, мөлдір. Ақ гүлдерге қандай баға берсең болады? Ақ гүлдерге өте жақсы деген баға берген. Қаны? Біле ғой, өте жақсы баға. Ал сары гүлдерге қандай баға береміз, Мадина? Өте жақсы деген баға береміз. Себебі олар ұйымшыл, әрі бір-бірінен түсінісе алатын қыздар екен. Аха, бағаны қоя қой. Отырағында. Міне, аяғы біздің кері байланысымыз бойынша ақ гүлдер 5 балл, сары гүлдер 6 балл алды. Өте жақсы. Ал енді балалар, алуан түсті жайқалып тұрғаларда, басты азық бал жинайтын араға, тарту етсін мерекелі күндерде, одан артық сый болмайды. Анаға дей келе, бүгінгі сендердің жұмыстарыңды көрсете отырып, үлкен рахметімді айтам. Қолдарыңнан көп қолөнерлер келе берсін деп, тілегімді айта отырып, сабағымды қорытындылаймын. Рахмет балалар. Сабағымыз аяқталды, жұмыс орнымызды жинастырамыз.